өкініш. Шағын ғана қаланың қақ ортасында тұратын Айдана ауылдан көшіп келгеніне міні 2-3 ай болып қалды. 5 қабатты үйдің 3-ші қабатынан тірнектеп жүріп, ақша жинап сатып алған. Көршілерін әлі толық тани қойған жоқ. Оған да өз себебі бар. Тұрғаннан жұмысқа кетеді. Кешке жетемін дегенше күздің суық күндері күн қысқарған, қараңғы түседі. Пәтеріне кіріп алған соң қайта шыққысы келмейді. Содан күндер жылжып өтіп жатты. Айдана 1-ші сыныпта оқитын ұлымен ғана тұрады. Күйеуімен ажырасып, дау-жанжал көрмегені жоқ. Қызына жаны ашыса керек, әкесі осы пәтерді алуына көмектескен. Енді ұлы екеуі ғана тұрып жатқан жайы бар. Бір жақсысы жұмыссыз емес, айлық жалақысы да жақсы. Өмірі дұрысталып, өз арнасына түскен сияқты. Жан-жағына қарамай, айналадағы дүниеге мән бермейтіні де бар. Онысы жақсы ма жаман ба белгісіз. Бір күні подъезде кіре берісте: «Сіңлім, тоқташы, осы жерден күнде өтесің, адамға сәлем бермейсің, танысайық та», деді біреу. Қараса шынымен байқамапты. Жасы 30-дардан асқан, шашын желке тұсына түйе салған, сидиған ұзын бойлы сары әйел тұр. «Сәлеметсіз бе? Кешіріңіз, байқамадым», деді еркіліп. «Мен осы подъезде 2-ші қабатта тұрамын. Көшіміз, таныс болайық, Жұмагүл боламын», деді қолын созып. «Айдана», деді, не айтарын білмей. «Бір үйде тұрған соң таныс болғанымыз дұрыс қой, амандасып тұрғанға», деді де кетіп қалама дегенде тезірек сөйлеп. «Я танысқаныма қуаныштымын», деп кетуге ыңғайлана беріп еді. «Кешке бос болсаң үйге кел, бірге шай ішейік, жақсырақ танысамыз», деді. «Ыңғайлы болса көремін», деп жоғары көтеріліп кете берді. Көршімен танысқанына қандай баға берерін білмей түсіне алмады. Көрші ұнамай қалған еді. Өзіне тартымы жоқ па? Есігін ашып үйіне кіргеннен ұмытып кетті. 2-3 күн өткен соң демалыс күндері болса да керек. Терезеден жай қарай салған. Сол Жұмагүлдің подъезден мүгедектер креслосындағы отырған бір қарт апаны шығарғанын көріп қалды. Жолдан өткізіп барып тоқтады да апаға бірдеңке деді. Өзі қайта үйге кірмей кетіп қалды. Бұл көрініске мән бермеген Айдана үйдің тірлігін жасап жүре берді. Тіпті аспаннан бұлттанып күннің көзі көрінбей бөлме іші қараңғылана түсті. Пердені түрмекші болып терезеге келген Айдана жаңбыр астында креслода отырған апаны көреді. Жаурап қалған сияқты бүрісіп алған. «Әлі келмеген ба?» деп таңғала қарады. «Неге отыр? Өзі қозғала алмайды», деп ойлағанша жаңбырдың күшейгенін байқады. Иығына курткасын іле сала далаға жүгірді. Апаның қасына барып: